Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі видеода мен сендерге оттяжканы қалай беру керектігін үйрететін боламын. Яғни қарсыластың қай жеріне ату керек, астынан ба, жоғарыдан ба, сол жағынан ба, оң жағынан ба, ең самый лучший варианттарды бүгін видеода мен сендерге беретін боламын. Сол үшін видеоны до конца қарап, лайк басып, подписка кнопкасын басып қойыңдар. Дағы да жақсы видеолар шығып тұрады, ал біз видеоны бастаймыз достар. Видеоны внимательно қарасаңдар, мен 15 адамға қарсы шығып жатырмын, яғни адамның қай жеріне көздеп отқанымды мына жерден дұрыстап қарап көріңдер достар. Мына жерден анықтап қарайтын болсындар, мен адамнан көздемей, яғни оң жағынан көздеп атып жатырмын. Соның арқасында менде хедшот кеткен болатын достар. Екінші момент кеттік. Бұл жерде де то же самое, адамды көздемей сол жағынан көздеп атып атқан болатын. Яғни адамды көздеп ататын болсындар, оттяжканы ұмыта берсіндер болады достар. Яғни сол жағынан немесе оң жағынан оттяжканы көтеру керек бұл жерде. Тағы да неше түрлі фишкалар бар, до конца қарап кетірдім. Так, бұл жерде үшінші хедшот. Бірінші моменттегідей мен берген болатым. Яғни адамды көздемей сол жағынан көздеп атып жатырмын достар. Соның арқасында менде осындай хедшоттар ұшып жатыр. Так, енді бізге мына фишка келетін болсақ, аяғымен бірдей позициядан прицелді алу мына жерде достар. Ал мына моментке келетін болсақ, бұл жердегі фишка в том, что мен адамның жоғары жағынан көздеп атып жатқан болатын. Соның арқасында бұл жерде хедшот кеткен болатын достар. Бірақ бұл фишкалар всегда жұмыс істей бермейді. Яғни сен бір осы фишкалардың арасынан өзінің идеальный фишканы табу керексің бұл жерде родной. Тағы да көп фишкалар бар, видеоны до конца қарап кетіңдер, сөйтіп өздерінің настройкаларында идеалды қылып жасап алыңдар достар. Бұл фишкалардың бір минус бар, яғни өте көп адам жерде сен бұл фишканы жасау өте қиын болады. Ол үшін скорость керек, оттяжка керек, фишкалардың знаниясы керек достар. Адам көп жерде мұны жасау өте қиын. Бірақ ешқашан берілуге болмайды. 4-ке 1 ойнаңдар, 6-ға 1 ойнаңдар, сендер сөйтіп опыт жинап, осындай уровеньге жетулерің мүмкін достар. Әрбір істеген іс-қимылдарын, ол сендердің сабақтарын, яғни сендер ұтылған сайын, сендер ол жерден сабақ аласыңдар, бірінші фишканы тексересіңдер, ол болмаса екіншісін көресіңдер, екіншісі болмаса үшіншісін көресіңдер, үшінші болмаса төртіншісінде, яғни идеальный фишкаларын табулары мүмкін достар. Сол үшін сендер до конца ойнаңдар, 1-ге 4 ойнаңдар, 1-ге 6 ойнаңдар, 1-ге 15-ке дейін жететіндей уровень болсын сендерде достар. Ол фишкаларды қалай тексересіңдер? Бірінші полигонға кіресіңдер. Полигонға кіргеннен кейін просто манекен тұрады ғой. Сол манекенге біз тренировка жасайтын боламыз достар. Яғни содан бәрі басталатын болады бізде достар. Сосын келесі күні бізде тренировкада ұшып тұрып, одан кейін яғни обычно ойындарда ұшпай қалуы мүмкін. Ол неден достар? Ол бірінші себептен. Бірінші себеп сендер тренировка ойнаған кезде, яғни полигонда болған кезде өте спокойно ойнайсыңдар, расслабленно, спокойно ойнайсыңдар, андай өліп қалам деген қорқыныш болмайсыңдар достар. Ал егерде 1-1 ойнайтын болсаңдар, достармен, мен өліп қалатын шығарым, мына қазір шықсам мен басым оттяжка беріп тастайды деп қобалжу пайда бола бастайды достар, оларды алып тастайсыңдар. Яғни оны қалай алу керек? Біріншіден тренировкадамын, полигондамын деп елестет, ұтылғаннан ештеңке болмайды деп елестет родной. Одан кейін ақырын опытпен ойнай берсең, сенде қорқыныш жоқ болып кетеді родной. Бұл жерде ең бастысы опыт алып, яғни көріп, тест жасап, бәрін істеу бұл жерде достар. Сол кезде сендер өте мықты игрок болып шығасыңдар бұл жерде. Сен ұтылсаң, ешкім сенің затын тартып алмайды, ешкім сенің ақшаны тартып алмайды. Бұл жай ғана ойын, бұл ойынды кайфпен ойнау керек достар. Ал егерде сендерге видео түсініксіз болса, осындай фотомен істеп берейін. Яғни юмппен қалай ату керек? Юмппен ату үшін аяғынан сәл жоғарғы жерден көтеріп, кнопканы айландырып көтереміз. Кнопканы айландырып көтерген кезде бізде юмппен өте керемет ұшатын болады достар. Главное осыны түсініп алыңдар достар. Тағы да фишкалар бар, қарап кетіңдер. Екіншісі бұл жерде упорда дробовикпен хед беру, яғни упорда тұрған адамға қалай хедшот беру керек? Адамды көздемей шетінен оттяжка береміз, яғни сол жағынан ана видеода немесе оң жағынан көтеріп атамыз достар. Ал егерде адамды көздеп ататын болсан, оттяжка жайлы ұмыта берсем болады родной.
Так, үшінші вишка бұл көбінесе дигл, ястреб, ак-80 деген арушыларға көмектесетін тактикалардың бірі. Яғни аяғымен бірдей позицияда көтеретін боламыз достар. Бағана видеода көрдіңдер сендер, сонымен көбінесе менде хедшот кететін болады достар. Дұрыстап қараңдар. Аяғымен бірдей позиция ұстап көтереміз достар. Ал егерде сен өзіңнің чувствительностьіңді сенсаңды яғни дұрыстай алмай жүрсең, мен телеграм каналымда тегін чувствительность шығып тұратын болады, сояққа тіркеліп қойсам болады родной. Ал егерде күткің келмесе, мен телеграм каналымда профиліме жазып, сояқтан сатып алсам болады. Өйткені ол еңбек, уақыт достар, түсіністікпен қарауларыңды сұраймын. Ал енді видео соңына дейін тақалды достар. Бәріне көп рахмет видеоны до конца көргендеріне. Лайк басып тіркеліп қойдың ба точно родной? Все, брат. Давай онда сұмдық оттяжкалар берсей. Давай.